ютубта не көреді, инстаграмда не көреді, сондай адам болғысы келеді. Жеңіл ақша ғой. Ең бірінші қызықтыратын. Агенттің махаббаты қызық еді. 5-ші класста ағам ашып берген. Күректің суретін қойып қойып работаю деген. Ондай қыздар бар. Бірақ опять же 50-50. Бірінші курс, екінші курста қыздармен сөйлесу керек қой. Білем, мен өзімде бар ғой, бағана айтып кеттім ғой сендерге. Кәрі жас санаймын деп. Шын мен солаймын ғой, мен кәрі жаспын ғой. Мен неге бармаймын, клубқа вообще қызықпаймын. Темекі, арақ не ішпеймін да. Қызықсыз білмеймін анандай мен. Кезінде Ахмет Байтұрсынов, Мұқағалидың заманда қалған секілді сезінемін ше өзім. Қазіргі жастар наоборот қой. Біздің жастардың барлығы біздің мектепте, мысалға мен жұмыс істеп жатқан мектепте байқаймын, жастар көп нәрсеге мән бермейді. Сабақ деген қызық емес. Баға үшін оқиды, шыны керек, біріншіден. Екіншіден жалпы андай әлеуметтік желіге жаман жатып алған деп айтады ғой, былайша айтқанда. ютубта не көреді, инстаграмда не көреді, сондай адам болғысы келеді. Мысалы, ютубта анау шешініп жатқан бірдеңе отқан қыздарды көрсе, мектепте тура солай киініп келеді кейбіреулер даже. Енді мен университетте істеймін. Сіз мектепте істесеңіз, мен университетте істеймін. Университеттегі жастар енді шамалы қазіргі нағыз жастар ғой, студенттер нағыз жастар. Алматы үлкен қала, әр қаладан жиналған жастар, бүкіл Қазақстанның бүкіл түпкір-түпкірінен келген ауылдан, қаладан. Ауылдың жастары мен қаланың жастары бар. Оларды салыстыруға болады. Сосын жаңағы бірінші курс оқитын жастар мен төртінші курс оқитын жастар бар. Оларды салыстыруға болады. Енді аралары жер мен көктей деп айта алмаймын, бірақ біз баяғыда айтатын едік қой, бір өзімізден 2-3 жас үлкен біреулер, ой, әлі кішкентайсың ғой сен деген кезде, какой-то 2-3 жас қой деп айтатын едік қой, бірақ ол білінеді екен. Біз шамалы есейген кезде білінеді, өткен салыстыра бастайсың, бірінші курс пен екінші курс салыстыруға мүлдем келмейді. Аралары бір жас, кейбірлері де жасты да, бірақ түсініктері, сосын жаңа қызығушылықтары тым бөлек. Мүмкін маған сондай екінші курстар кездесіп жүрген шығар, білмеймін. Бірақ қазіргі дети, поколение 2000-х деген бар, поколение нулевых. Сол 2000 жылғы 2001-2002 кете береді ғой, 2002-лерің 17-те қазір мектеп бітіріп жатыр. Олардың енді қызығушылықтары, келсем, ютубқа, әлеуметтік желілерге жатып алған, сол бар қызық, сол. Мен оның себебін білем. Менің ойымша ол былай да, неге ютубқа, инстаграмға жатып алған соларға еліктейді? Жеңіл ақша ғой. Ең бірінші қызықтыратын. Блогер, вайнерлар, ол не? Ол жеңіл ақша. Ол азанда 9-да жұмысқа бармайды. 6-та қайтпайды жұмыстан. Я болмаса заводта бір жерде жұмыс жасамайды. Біреудің еденін жумайды, бір мекеменің. Олар жоқ, мен блогерлардың жұмысы оп-оңай деп айтпаймын. Ол да қиын. Съемочный процесс бар, жер табу керек, ананы табу керек, шақыратын қонағын табу керек, я болмаса бір сценарий құру керек әрбір вайнға. Бірақ жастарға ол білмейді да, ол барлық қыр-сырларын. Біз шамалы түсінеміз, что блогер болу, вайнер болу да оңай емес екен. Бірақ оларға сол қызық, ақша көп, сосын жаңа популярность бар, подписчик жинау. Ол ең қазіргі прям актуалды мәселелердің бірі ғой. Подписчик жинау үшін. Ана қалаулым бар ғой. Қалаулымға неге барады, білесіңдер ме? Подписчик жинау үшін барады ғой. Қалаулымға подписчик жинау үшін барады. Ол бірінші. Қалаулымға барғандардың бәрі жаңағы звезда болып кетеді. Сосын жаңағы суши, пицца заказ береді бесплатно. Сосын гиф бір нәрсе ойнатады, спонсор жинайды. Ол былай кетеді ғой, жақын ана степенменше бет. Ал ол жаңағы әлеуметтік желілердегі информация көп қой. Айтады ғой, интернетте, ғаламтордағы ақпараттың 80% өтірік деп. Сол жаңағы жастардың санасы ондай неде емес та, ондай деңгейде емес. Олар жаңағы өздеріне керек нәрселерін ғана алып, керек емес нәрсені ысырып кете алмайды. Сол не бар, соның бәрін жей береді просто. Даже есть хэштег же people хавает деген. Вот люди хавают то, что ты им даешь, потому что мынау ғой телефон. Бір күні бір СММщик маған айтқан тұғын. Айза, хочешь много заработать? Знаешь, на чем я заработаю? Жизнь на ладони, да? Почему десем и телефон на алаханна қояды, да? Жизнь на ладони, да, телефон. Потому что мынаның ішінде да бәрі. А оның ішіндегі нәрселерді дұрыс керегін алып, дұрыс емесін, мынау дұрыс емес деп жаңағы саналы бір қарай алатын жастар аз. Агенттің махаббаты қызық еді. 5-ші класста ағам ашып берген. Күректің суретін қойып қойып работаю деген кезде. Микроблогқа жазбаңдар.
иә конференция қоспаңдаршы деп анандай бір нені оқып қоясың жігіт оқып қоясың да бірде пусто деп иә жүрек сол менікі кездерден басталған ғой әлеуметтік иә ол кезде ұятсыз емес еді ғой бірақ достармен танысу деген агенттердің кездері хит болып жүресің да бәрі блогқа жазбашы дегендермен ырза болып жүрсің үйге барып мамашаның телефонына кіргенге ырзасың ғой агентке кіріп компьютермен отырасың ғой агентта мә сендер дамыған екенсіңдер ғой күшті отырасың негізі смайлик кетіп компьютермен отырасың телефонда агент жоқ қой телефон агент поддерживать етпейді ол кезде Nokia ғой бізде де Nokia ғой X2 конкретно поддерживать ететін өзі жастардың бір несі бір жаман жері бар ғой ерме да біздің жастар еріп кете береді ерме елік дейді олардың ең негізі основная проблема мен үшін ең основная проблема жастардың ол өз ойлары жоқ көбісінің олар өзінің жаңағы бір тұлға ретінде ойлары жоқ та сосын олар не істейді им остается только бір нәрсе біреуге еріп кету біреуге еріп кету біреу істеп жатыр бұл менің қатарым ғой значит бүйтіп істеуге болады екен деген жаңағы сендер сияқты көреді да значит бұл нормальный екен деген сияқты баяғыда маған ағам айтқан мынандай мына жер жыртық джинсы сатып алғанмын ғой бірінші курста соны ағам айтқан мынау не джинсы деп енді мода ғой мода емес енді күшті болып тұр енді үстімде деймін да олай енді жаман жыртық емес енді бәрін көрінетіндей и сонда ағам айтады саған мынау қазір сол кезде күшті түсіндірді да мен әлі ұмытпаймын сол кезде айтады қазір мынау саған просто болып көрініп тұр дейді да просто джинсы бұл саған мына жер жыртық это же просто джинсы деп ты соған легко относишься дейді да жай қарайсың жеңіл қарайсың ертең дейді сен бір жерге барасың отырасың біреу кальян шегіп отырады сен шегесің тоже просто қарайсың и кальян ғой сосын дальше больше клубқа барасың біреу темекі шегіп тұрады клубқа барудың өзі саған жеңіл болып кетеді темекі шегіп тұрады темекі шегу бұған да просто темекі ғой оған да жеңіл қарап кетесің дейді да осы бастан егер сен осындай кішкентай дүниелерден жеңіл қарасаң әрі қарай уже саған бұдан да зор нәрселер жеңіл болып көріне береді деп и ол 6 жыл бұрын болған нәрсе мен всегда соны вспоминать етемін да даже подругаларыма соны пример ретінде айтамын маған сөйтіп айтқан кезінде деп и сондай вот каждый раз сол сөздерді есіме түсіремін ол қазір жастар сен сияқты ғой қарайды да ютубқа болсын әлеуметтік желіге болсын бір жұлдыздарға болсын нормально же это нормально типа деген сияқты бірақ не бар ғой анандай сөз бар ғой Ахмет Байтұрсынұлы былай айтып кеткен кезінде балам дейтін жұртым болмаса жұртым дейтін бала қайдан болсын деген бірақ біз жамандаймыз ғой жастарды у медали две стороны өзімізде жаспыз ғой 28 жасқа дейін әлі бірақ жаңағы у медали две стороны деген бар ғой жақсы жастар да бар енді саналы там енді жаман жастардың енді проблемалары ғой бірақ ол енді жамандықтан емес шығар шамалы сондай слабохарактерный болады ғой мінездері шамалы жұмсақ біреуге еріп кете беретін жаңа айтқандай бірақ мен сенем көп қой жастар өзіміз сияқты деп өзім ақтап қойсаң мен секілдер бар шығар бар шығар деп көріп отқандар қазір жігіттер бүйтеді ғой қыздар жаңағы неге қарайды ақшаға қарайды машинасы болса квартирасы болса соған қарайды дейді да негізі ол ондай бар ондай қыздар бар бірақ опять же 50-50 мен мысалы мен 24-ке толамын құдай қаласа бұйырса 24-ке толамын мен мысалы болашақ жарымды қалай таңдауым керек ол мынандай болу керек қой неге ақшасына қарайды машинасына қарайды неге қарайды жаңағы квартирасы болу керек өйткені мен ол кісіге тұрмысқа шықсам біздің бала шағамыз болса біздің енді тұратын жеріміз болу керек баланың памперсін алу керек тамақ алу керек біз жанұя болып тұруымыз керек қой бір қаражатқа сол моменттерде қараған дұрыс деп ойлаймын мен ондай моментте ол дұрыс енді жақсы қаражатына қараған дұрыс бірақ енді бірінші екінші курста кездесіп жаңағы киноға апармайды шоколад алып бермейді киндер алып бермейді деген вот сол енді жігіттің жағдайына қарай бірінші курс екінші курста қыздармен сөйлесу керек қой қызық әңгіме болған секілді бір тағы да бір чаймен камераны өшіріп тастап сөйлесу керек секілді бәрін жаман біздің аузымыз жабылмайтын сияқты ғой шаймен отырып асып тұрмаса